Бүгін кештен, яғни 12 қаңтардан 13 қаңтарға қараған түннен бастап, ислам дініндегі қасиетті айлардың бірі Ережеп айы кіреді. Яғни қасиетті айлар басталады. Осы айда жасалатын ұлы ғибадат ол истиғфар айту, пайғамбарымызға көп салауат айту және ораза ұстау. Ережеп айында барынша көп ораза ұстағанымыз абзал, ең болмаса басында, яғни 13, 14, 15 қаңтар күндері және Ережеп айының ортасында 3 күн және соңында 3 күн ораза ұстағанымыз жақсы. Бұған да мүмкіндігіміз болмаса, пайғамбарымыздың сүннеті бойынша дүйсенбі, бейсенбі оразаларын тастамайық. Өткен жылғы Рамазан айынан қалып кеткен қарыз оразамыз болса, осы айда ұстап тастағанымыз абзал. Оразаны бекітетін уақыт ол әр елді мекеннің таң намазының уақыты кірмей тұрып бекітіп, шам намазының уақыты кірген кезде ашамыз. Енді барынша Алла тағала осы қасиетті айларды ғибадатпен өткізуді нәсіп қылсын. Алла тағала баршамызға берекелі қылсын.